Осымен 7-ші рет ұйымдастырылған Айбын 2021 республикалық әскери-патриоттық жастар жиынын Түркістан облысы ауыз толтырып айтарлықтай нәтижемен тәмамдады. Онлайн форматтағы жиында оқ бойы озып шығып, Парыз қаласының патриот жастары өзге өңірлерге дес бермеді. Сондай-ақ Төле би ауданы мен Созақтық жас өрендер де өздерінің психологиялық және физиологиялық тұрғыда мықты екендерін дәлелдеп шықты. Жеңімпаздар күні кеше тау бөктерінде ерекше салтанатпен марапатталды. Айбын 2021 7-ші республикалық әскери-патриоттық жастар жиынына қатысушылардың қатары жылдан жылға артып келеді. Биылдың өзінде еліміздің түкпір-түкпірінен 74 команда қатысып, Түркістан облысының жастары ерекше ептіліктерімен көзге түсті. Осы орайда Арыс қаласының жастары алғашқы орыннан көрінсе, Төле билік оқушылар мен Созақтық жасөспірімдер 3-ші және 9-ші орындарға жайғасқан. Жиын Айбын онлайн.kz сайтында онлайн форматта өтті. 30 қарашаға дейін жалғасқан жиын ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналып отыр. Бұл марапаттау рәсімі әрі демалыс іс-шарасы ретінде өтіп жатыр. Әртүрлі спорттық іс-шаралар және де өздерінің жаттығу іс-шаралары өтуде. Жалпы оқушылардың көңіл-күйі өте жақсы. Бұл жиынның басты мақсаты жастар арасында әскери-патриоттық жұмысты жетілдіру, Қазақстан қарулы күштерінің беделін көтеру және әскери қызметті насихаттау. Салауатты өмір салтын ұстанып, туған жер мен отанға деген жастардың патриоттық сезімін арттыру болып табылады. 7-ші мәрте өткізіліп отырған жиында тау бөктерінде қорытындылаған түркістандықтар бұл ретте әскери жетекшілердің еңбегін де елеусіз қалдырмады. Барлығы онлайн режиміне көшкен болатын. Бірақ та соған қарамастан, әскери патриоттық жұмыс, оның ішінде мектептегі әскери жана жұмысын жүргізетін жетекшілердің жұмыстарын көрсету, сол кісілердің жүйелі жұмысы үлкен бір нәтижесін көрсетті деп ойлаймын. Сонымен қатар балалардың арасындағы, жасөспірімдер арасындағы үлкен бір проблемалық мәселелердің шешудің де бір жолдары, өйткені балалардың бос уақыттарын тиімді пайдалану. Жиынға жиналған жасөспірімдер салтанатты кеш барысында өз өнерлерін ортаға салып, мықтылықтарын байқатты. Сондай-ақ әскери-патриоттық әндерді нақышына келтіре орындаған олар бәйшешек лагері аумағында тігілген шатырларда шыдамдылықтарын сынап көріп, тауға шығудан өзара бақ сынасты. Төле би ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Лола Розметова, жаңалықтар.